Саламатсыздар ма? Екінші А сыныбының білім алушылары мен ата-аналары, сіздерді бүгінгі келіп жеткен білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің білікті де білімді азаматы мен азаматшалары болып өсулеріңізге тілектеспін. Білім инемен құдық қазғандай демекші, биылғы оқу жылындағы білімдеріңіз шыңдала берсін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Бекер айтпаған. Қазақ халқы өмірлік тәжірибесінде бірліктің маңызы орасан зор. Осындай достық пен бірліктің арқасында Қазақстан әлем алдында беделді елге айналды. Жас ұрпақтың ұғымына тікелей әсер еткен ғұмырына айналды. Ата заң мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Жағына жұмыр ғалам сондықтан күннен жерім суынбаған қоғамның сан саласын реттейді. Әрбір жаннан туындаған. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға қысы, халық болып қадір тұтып қастерлеген ата заң азат елдің ар намысы. Болымызды айлан күшті, ел үшін кім тындыра қайран істі, елімен дамуы мен тағдырысы, ол тағы ата заңға байланысты. Бірден әділдік пен бақ табатын құқығым қорғалды деп шаттанатын. Өзіндей жас өркендер келеді өсіп, бұл біздің ата заң деп мақтанатын. Бастайтын болашаққа бақ кемейіні. Осы жол халқың данақ сенері. Халқыма адалым деп ата заңға елбасын қолын қойып ант береді. Адалдықты үйреткен, мектеп сенсің жамандықты күйреткен, мектеп сенсің жақсылықты ұран қып, мектеп сенсің мені жұртқа сыйлық қып. Сенің менің мектебім, саңның аңсап жетемін, мектебім сені күтемін, сені ойлап өтемін. Мектебіме арнаймын, биыл ғана мектептен табалдырығын аттадым. Әліппені қолға алып, әріптерді жастадым. Партаға алғаш отырдым. Бұдан асқан бақыт жоқ. Оқушы болды мінекей, ойнауға енді уақыт жоқ. Ақкөз Қосанов атының мектебінде оқимын. Ұстазымның әр сөзін көңіліме тоқимын.
Мектебім менің мектебім, сағынып аңсап жетемін. Мектебім сені көтемін, сені ойлап өтемін. Партаға алғаш отырдым, бұдан асқан бақыт жоқ. Оқушы болдым, мінекей, ойнауға енді уақыт жоқ. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің зарқын сұрағы. Тұрағы өзінің мектебім, сәкіттің асыл краны. Мектебі мәңгі бапкерім, қарызбыз саған бәріміз. Өзіне деген парызды ақтаймыз талай әлі біз.